Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте керемет блинның рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай, жасап көріңіздер. 3 жұмыртқамен, сүтпен, ұнмен жасалынады. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан соң сүтімізді құямыз, ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша қант салуыңызға болады. Қызып тұрған табаға үстін майлап, осылай блинімізді екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Міне достар, қараңыздар, өте керемет болып шығады, дайындап көріңіздер.